Қарағандыда оқу жылының аяқталуына сәл ғана қалғанда 10 мен 11 сыныптағы 155 бала оқусыз қалды. Себебі оларға білім берген жеке мектеп ағарту ісіне лицензия ала алмай жұмыстарын тоқтатқан. Өңірдің білім басқармасы балаларды басқа мемлекеттік мектептерге қабылдаймыз деп отыр. Бірақ ата-аналар оқу жылы аяқталғанша жақсы мектепке тиістіңдер деп жүр. Олар сапалы білім алып отырған жерден баланы енді қайда сүйреміз деп отыр. Саят Дәулетжанұлы жалғастырсын. Жеке мектеп өткен оқу жылының басында ашылып, балалар қабылдаған. 10 мен 11 сыныпқа 155 оқушы жиналыпты. Мектепке білікті ұстаздар іріктелген. Түске дейін сабақ өтсе, кеш қарайғанша тапсырмалар тағы тәптіштейді екен. Үлгерімі нашар келгендер оңалып, оқуға деген ынталары артты дейді ата-аналар. Мектептің жабдықталуына толық қамтамасыз етілгеніне, асханаға, мұғалімдердің сапасына, білім деңгейіне толық көңіліміз толады, ризамыз. Біз мемлекеттік мектептердің сапасына көңіліміз толмағандықтан жеке меншік мектепке алып келіп, ұбт-ға дайындалу мақсатында алып келіп, сондай ниетпен. Ал қазіргі таңда біздің де тағдырымыз қыл үстінде тұр, бізде де жауып жатыр. Жеке мектептің құрылтайшылары кінә бізден дейді. Олар лицензияны оқу басталғаннан 6 ай ішінде алу керекпіз деп түсінген. Алайда ол лицензия жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тіркелген соң жарты жыл ішінде алынуы тиіс екен. Мерзімі өткен соң ағартушылық ісі заңсыз танылды. Жаңа ғимарат сапалы білім болғанына қарамастан заңның аты заң екенін бұлар да мойындайды. Қазіргі сәтте біз барлық рисктарды, барлық жағдайларды ойластыра келіп, біз оқушыларды дәл қазіргі сәтте таратып, екінші бір жаңадан серіктестікпен лицензия аламыз деген ойдамыз. Себебі енді құрылысқа біз қаншама ақша салдық, дәл осы сәтке дейін 720 миллион теңге көлемінде біз осы құрылыстың салуына, материалдық техникалық базалардың қамтылуына біз жаратқан болатынбыз. Қиын жағдайға байланысты білім бөлімі балаларды тұрғылықты жерлері бойынша кез келген мектепке қабылдауға дайын. Бірақ ата-аналар баланы басқа мектепке сүйреу оның жүйкесіне сын дейді. ұбт-ға дайындық қызған шақта жүрісінен жаңылама деп қорқады. Дегенмен жеке мектеп осы оқушыларына түстен кейін қосымша сабақ беруге дайын. Ол үшін мұғалімдерді таратпай ұстап отырамыз дейді. Саят Дәулетжанұлы, Николай Колесниченко, КТК, Қарағанды.